Мына мен жаңағы видеоның жалғасы жем. Алдыда клетіміз бар. Клет болғанда жаздық чайқана, соған жем ысқылатып алғанбыз. Содан арбаға жемді осылай басып алып кеп, осылай түсіріп, мына жерге қойып, аузын ашып жөндеп, саплор бар. Осын дырабілкіні қоспас бұрын түсіндірмесем, қазір дырабілкіні қосқандан кейін несі шықпай қалады да, дауысым естілмей қалады. Сосын бірінші очередте дырабілкіні қосып 5-10 секунд күте тұрам, барлығы толық айналымға түскенше. Мына дырабілке жақсы, жем жарғанға ремен. Мына дырабілке онша ұнатпадым. Универсал деп қойды, бәрін жарады дейді. В общем, бұл қатып қала береді. Тығылып қала береді. Тығылып қала берсе, 2-3 рет тығылса, мотор күйет дейді. Мотордың күйіп кету ықтималдығы өте жоғары. Пас сайын жанда қадағалап отырмасаң, тығыла қалған кезде өшірмесең, мотор күйет дейді. Мынау енді өшу-мөшуді білмейді. Өшіп қалса да, ремен үзіліп кетеді, ремен шығып кетеді, ремен құрайлана береді. В общем, моторды сақтап қалуға болады. Енді мақсатқа келсек, саплордан бірінші шаң шықпас үшін осындай сап жібереміз да, дырабілкеге. Сосын арпадан осыдан екеу сап жібереміз. Содан кейін мынадан қайта саламыз, соны қайталай береміз. Енді мен мәзір сынаққа қосып көрем. Мына жемді дайындап қойғам. Мынау арғы көне қорадап қоям, соған жетеді. Оны тасып болғаннан кейін сразу тағы да жарып, жаңа ғана мөшектегін жарып, саплорды қосып, мына қорадағыларға берем. Ендеше бастайық. Мендегі ең кемшілік көмекші жоқ. Балалар көмекке жарайтындай үлкейе қойған жоқ. Бисмилла. Міне 5-10 секунд күтеміз. Бисмилла саламыз. Сонда шаң шықпайды. Қайта салам. Мына жаққа бұқаларды түсіріп өтейін енді, ақыры видео болғасын. Кеше асты шығарылған жоқ, тартып қана қойдым. Кешегі видеомды айтқам. Бұқалардың үстінде негізі бүгін бізде біраз жел бар. Салапандарды осылай көтереді. Үстілерінде негізі тарап қою керек еді. Соғанда уақыт таппай жатырмыз. Үстін тарайтын тарақтарды алдыңғы видео көрсеткем. Мына көктемде жүні ұзын болып кеткенде жабағы жүнді алу үшін осындай тарақ етеміз. Ұзын әрі өткір, мына жағы дауы сол екі жағда өткір, жүндерді жұлып алады, әкесін танытып отырып. Үйсік болған жүндерді. Енді жайшылықта тарайтын тарағым мынау жерде. Ол мынау жай жылқының жүнін тарағанға арналған. Жүздері кішкентай. Осылай. Сол екінші өтініштеріңізді орындадым. Міне тауықтар жүр. Таңертең сабаны сақ қойған, бір түк сабан 19 басқа. Ар жаққа бір бас неге жетпейді, бір преске жетпейтіндей берем. Сауын сиырларға көбірек берем, оларды қайырым. Сауын сиыр болғанда сауылмайды, просто сиырларға
сояның сабанын беріп отырмын, ар жақтағы былтырғыдан қалған. Сол сабан жеп болады қазір. Жеп бола салысымен жаңағы даярлайтын арпаны салам. Мынау енді негізі арғы қораның арпас. Видеоны түсіріп боласа арғы қораға жем тасып берем. Оларға алдымен сабан салынған. Осы кезде олар сабанын жартылай тауысып даяр тұр. Тауыспаса үстіне салып кеп жіберем.